Сәлем достар, ол IT Алматы компаниясының келесі сабақтар сериясына қош келдіңіздер. Және бұл сабақтар сериясы Linux операциялық жүйесіне арналады. Мен енді Linux-ты әзірше операциялық жүйе деп атап отырайын, бірақ оны толыққанды операциялық жүйе деп атай алмаймыз Linux-ты. Оның неге бұлай екенін келесі сабақтарда өздеріңіз біле жатарсыздар. Енді бұл сабақтар сериясы жалпы Linux-ке кіріспе, Linux-пен танысу, Linux-тың негіздері деп айтсақ болады. Linux уақытында төңкеріс жасаған операциялық жүйе жалпы технология деп айта аламыз, және бұл операциялық жүйе жалпы Linux өте қарқынды дамуда. Сондықтан Linux-ты оқысаңыз, сізге көптеген есіктер ашылып, көптеген мүмкіндіктер туындайды. Және сіз егерде Linux-пен таныс болмасаңыз, онда бұл сабақтың сізге үлкен көмегі болады деген ойдамын. Алайда айта кететін нәрсе, Linux-ты оңай операциялық жүйе, жалпы оңай технология деп еш айта алмаймыз. Linux-ты оқу үшін біраз қажырлы еңбек, ынта және де көптеген уақыт қажет болуы мүмкін. Алайда Linux-ке бөлінген уақыт, жалпы Linux-ты үйренуге кеткен уақытыңыз сізге көптеген пайда тигізуде мүмкін. Олай болса, келесі слайдқа көшейін, және бұл сабақ кімге қызық болуы мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Егер сіз мына төменде көрсетілген маманның бірі болсаңыз, онда Linux туралы естіп, Linux туралы менен көп білуіңіз әбден мүмкін. Алайда сіз егерде мектепті жаңа бітірген, немесе 14-15 жасар жас бозбала болсаңыз, және болашақта IT маманы болғыңыз келсе, онда Linux-тен бастасаңыз, сіз еш қателеспейтініңізге сенімдімін. Себебі Linux бүгінгі таңда көптеген технологиялардың, көптеген құрылғылардың дамуына негіз болатын, Linux-тен бастау алатын технологиялар, Linux-тен бастау алатын операциялық жүйелер, сондай-ақ IT саласындағы телекоммуникация, жалпы интернет торабы, осы Linux-пен байланысты көптеген технологияларды кездестіреміз. Олай болса, Linux-ты оқысаңыз еш адаспайсыз, сіз болашақта көптеген нәрсеге қол жеткізуіңіз мүмкін. Олай болса, бастауыш IT мамандарға арналады, және де Linux-ты оқысаңыз, мына төменде көрсетілген кез келген бағытқа болашақта ауысуға мүмкіндігіңіз бар. Соның ішінде атап айтып кететін болса, қысқаша, мысалы, системный администратор деп айтып жатамыз, яғни жүйе администраторы десек болады деген ойдамын. Бүгінгі таңдағы кең қолданыстағы әрі өте танымал Linux операциялық жүйесінің дистрибутивтары деп айтамыз. Енді бұл терминдермен таныс болмасаңыз, сабақтардың біразын қарасаңыз, барлығы түсінікті болады деген ойдамыз. Яғни Red Hat Enterprise Linux, сондай-ақ SUSE Enterprise Linux деп айтып жататын нұсқалары бар, және бұл көптеген компанияларда қолданылады. Және осы технологияларды басқаратын, осы технологиялардың дұрыс жұмыс жасауын қадағалайтын маман болғыңыз келсе, онда Linux-қа қош келдіңіз дейміз. Сондай-ақ үстел үсті компьютерлерінде, дербес компьютерлерде жиі қолданатын операциялық жүйе Ubuntu немесе Linux Mint сияқты нұсқалары барлығы Linux-тен бастау алған. Сондай-ақ желі инженері болғыңыз келсе болашақта, онда Linux-тың сізге тағы да көмегі тиюі мүмкін. Мысалы, Қытай Халық Республикасында шығатын технологиялар, ZTE, Huawei сияқты технологиялар осы желі саласында қазіргі таңда көптеп қолданыста болып келеді. Осы технологиялардың көп жағдайда Linux-пен байланысты жүретін операциялық жүйелері бар. Олай болса, Linux-ты оқысаңыз, осы технологияларды білу сізге оңай тиюі мүмкін. Және де желі саласындағы ең атақты әрі де маркеттегі орны ерекше американдық Cisco компаниясын айтпай кетуге болмайды. Бұл компанияның технологиялары, сондай-ақ шығаратын құрылғылары желі саласындағы де-факто стандарт болып есептелінеді. Cisco компаниясының өзінің айтуы бойынша және көптеген мамандардың мойындауы бойынша ең күшті продукты, яғни ең күшті тауары болып саналатын операциялық жүйесі Internet Working Operating System деп аталынады, iOS. Осы операциялық жүйесі Linux-тың негізінде жасалған. Сондай-ақ Web Developer деп айтып жатамыз, яғни интернет парақшаларын жасайтын дизайнер, жалпы интернеттегі программалау тілдері, мысалы PHP, осы тілдерді үйренгісі келетін, сондай-ақ Apache, MySQL сияқты бағдарламалармен жұмыс жасағысы келетін мамандар осы Linux-ты үйренсе, әбден пайдасы тиюі мүмкін. Сондай-ақ программист мамандар, мысалы PHP, C, C++, JavaScript сияқты программалау тілдерін үйрену үшін осы Linux-ты өзінің платформасы ретінде қолданса, онда қателеспейтіні анық. Сондай-ақ дерекқор инженерлері, соның ішінде Oracle, MySQL, сондай-ақ PostgreSQL сияқты
технологиялар осы Linux пен байланыса отырып тамаша жұмыс жасайды. Олай болса, әлемдегі көшбасшы болып саналатын Oracle, MySQL, сондай-ақ PostgreSQL сияқты дерекқор көздерімен жұмыс жасағыңыз келсе, Linux-тен бастасаңыз тағы да шатаспайсыз. Енді security деп отырғанымыз әрине қауіпсіздік, жалпы кибер security деп айтып жатамыз, жалпы желінің қауіпсіздігі, жалпы бүгінгі таңдағы информация саласының қауіпсіздігі өте жоғары бағалануда. Олай болса, сол қауіпсіздік саласында жұмыс жасайтын маман болғыңыз келсе, тағы да Linux-ты оқысаңыз, әбден сіздің жақсы нәтижеге жетулеріңіз мүмкін. Соның ішінде атап айтатын болсақ, мысалы Kali Linux деп аталынатын Linux-тың дистрибутиві бар. Осы дистрибутив сондай-ақ хакер деп айтып жатамыз. Енді хакер деген кезде бізде көп жағдайда қарақшы, жалпы көп жүйеге зақымы тиетін адамдар көз алдымызға елестейді. Алайда хакинг сөзінің шығуы, жалпы хакер сөзінің шығуының өзі, хакер кісілерді бұл желі саласында, жалпы информация саласында, интернет саласында жоғары бағаланатын, көп ізденісте жүретін адамдар деп айтсақ болады. Енді бұған көп тоқталмай-ақ қояйық, алайда айтқым келіп отырғаны осы Linux-тің негізінде жасалынатын көптеген технологиялар, көптеген бағдарламалар Linux-тен бастау алады. Сондай-ақ мына жерде телефония саласында төңкеріс жасаған және бүгінгі таңда кең тарап келатқан астерискті айтуды ұмытып кеттім. Олай болса, осы технологияларды үйренгіңіз келсе, Linux-тен бастасаңыз болады. Сондай-ақ басқа саланың мамандарына да осы сабақтың пайдасы тиеді деген ойдамын. Яғни сіз көп тараған Windows операциялық жүйелермен жұмыс жасайтын маман болсаңыз, немесе кез келген басқа салада жұмыс жасайтын маман болсаңыз, жалпы Linux деген не, Linux-тың қарапайым алғашқы қадамы қандай деген сұрақтар сізде туындаған болса, осы сабақтардың пайдасы тиеді деген ойдамын. Олай болса, қараңыздар. Және де үшінші қатарда бұл аса қызығушылығы бар кез келген көрерменді шақырар едім. Себебі Linux-ты оқысаңыз, мүмкін сіздің IT саласында немесе басқа да салаға деген көз қарасыңыз өзгеріп, сіз осы салада өзіңіздің дұрыс жолыңызды табарсыз. Олай болса, барлық көрерменге, барлық қызығушылығы бар мамандарға қош келдіңіз деймін, және бұл сабақтар сізге пайдасы тиеді деген үмітім басым. Тағы қайталап айтқым келетін бір нәрсе, бұл сабақтар сериясы бастауыш деңгейдегі Linux-тың қадамдарын қарастырады, және қаншалықты жоғары деңгейге дейін жететініміз әзірге белгісіз, және шынын айтқанда мен өзімді ең жоғарғы деңгейдегі Linux-ты толық меңгерген үлкен маман деп айта алмаймын, алайда Linux-ты мен белгілі бір деңгейге дейін білемін, сондықтан сіздерге бастапқы қадамдарды үйретуге мүмкіндігім жетеді деген ойдамын. Және Linux-ты шынын айтқанда толық оқып бітіру мүмкін емес. Linux-тың бүгінгі таңда алатын ауқымы және оның қамтитын алуан түрлі технологиялар, яғни саласы, оның барлығын бір адамға оқып білу және оның барын игеру мүмкін емес. Әрқашанда есте сақтайтын нәрсе, бұл Linux-ты белгілі бір деңгейге дейін білеміз, одан кейін қажеттілікке, қызығушылыққа қарай тереңдеуге болады. Енді тағы бір төмен қарай слайдқа түсетін болсам, онда сізден талап етілетін кішкене сұраныстар болуы мүмкін. Және тағы бір нәрсе айтылатын, осы сабақ қалай жүргізіледі деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Енді сізден не талап етіледі дегеннің ішінде, бірінші әрине ағылшын тілі сізде бастапқы немесе pre-intermediate деңгейде болса, бұл сізге үлкен көмегі болуы мүмкін. Бүгінгі таңда IT саласы өте қарқынды дамуда, және оның барлығы бірінші кезеңде осы ағылшын тілінде бастау алатынын есте сақтайтын болсақ, онда ағылшын тілін білген IT мамандарға, жалпы кез келген маманға өте көмегі үлкен болады. Және бұл сабақ барысында көптеген терминдерді, сондай-ақ көптеген түсініктемелерді ағылшын тілінен аламыз, және оны қазақ тілінде түсіндіруге тырысамыз. Сондай-ақ жылдам теру мүмкіндігі деп жазған екенмін, және бұның қажеттілігі неге керек деген сұрақ туындаса, жалпы Linux-те терминалмен көп жұмыс жасауға жағдай туындайды, яғни бұл жерде графикалық интерфейстің аз екені, және графикалық интерфейспен Linux-те жұмыс жасау көп сізге пайда бермейтінін ескерсек, онда жылдам теру сізге пайдасы тиюі мүмкін. Себебі тез тере алмасаңыз, онда белгілі бір деңгейде сізге бұның барлығы қызық емес болып, тастап кетуіңіз де әбден мүмкін. Олай болса, жылдам теріп үйреніңіз. Сондай-ақ орта деңгейдегі компьютер қолданушысы деп жазыппын. Енді бұл жерде айтқым келіп отырғаны, интернеттен мағлұматтарды іздей білу, сондай-ақ бастапқы компьютердің әліппесімен таныс болсаңыз, ол сізге үлкен көмек болады. Яғни бұл жерде
IT саласында, жалпы компьютер саласында ешқандай хабар жоқ адамға кішкене күрделі болуы мүмкін. Сондай-ақ біздің арнадағы басқа да сабақтарды қарасаңыз, сізге көмегі тиеді деген ойдамын. Сондай-ақ айта кететін нәрсе, бұл сабақтар сериясын барынша оңай етіп жасауға тырысамыз және көптеген қадамдарды тастамауға тырысамыз. Алайда видео сабақ болғаннан кейін кейбір нәрселер ұмытылады. Сондықтан сіз интернеттен өзіңізді қызықтырған сұрақтар, өзіңізде туындаған сұрақтарды таба біліңіз және барлық нәрсені үйрене аласыз деген ойдамын. Сондай-ақ және оқуға деген ынта, әрине бұл жерде барлығымызға қажет. Қаншалықты көбірек ынталы, жігерлі болсақ, онда бұл сабақтарды оңай ілесетініміз сөзсіз. Енді бұл сабақтар қалай жүргізіледі деген сұраққа келейік. Олай болса, бұл сабақта алынған мағлұматтардың көбісі қарапайым Википедия парақшасынан алынады және Википедияда Linux-қа қатысты көптеген мәліметтер бар. Сондай-ақ интернет торабындағы ашық сабақтарды, ашық ресурстарды қолдануға тырысамыз. Және де бұл сабақтар сериясы барынша қазақ тілінде болады, яғни барлық түсіндірулер қазақ тілінде болады, алайда кейбір терминдерді, сондай-ақ кейбір түсіндіктемелерді қазақ тіліне аударудың мүлдем қажеті жоқ. Оны ағылшын тілінде түсіндірсек және ағылшын тілінде қабылдасақ, ол бізге жеңіл болуы мүмкін. Мына жерде ол туралы да жазып кеткен екенмін, яғни терминдер ағылшын тілінде қалады. Кейбір жағдайда ғана қажет болса, оны аударып жатамыз. Тағы айта кететін нәрсе, сабақ барысында туындаған сұрақтарды, сабақ барысында туындаған жағдайларды сол сәтте шешуге тырысып көреміз. Олай болса, жаңа сабақ сериясына және қызықты әрі өте тамаша деп ойлаймын. Осы Linux технологиясы бұл шынын айтқанда үйренуге тұратын. Бір үйренсеңіз, мүмкін шынын айтқанда тастамай үйреніп, осы Linux-тің нағыз маманы боласыз деген үміттемін. Сондай-ақ жаңа айтып кеткендей, Linux-тің қамтитын саласы өте үлкен. Осы саланың біріне ауысып жатсаңыз, онда осы сабақтар сериясы сізге көмектеседі деген ойдамын. Олай болса, OLIT Алматы компаниясының келесі сабақтар сериясына қош келдіңіз деймін, және бұл сабақтар сізге қызықты әрі пайдалы болады деген үмітпен мен сіздермен келесі сабақта кездескенше қоштасамын.